Нағыз өзгеріс енді ғана басталған сияқты. Украинаға басып кірген Ресей әскері осымен 3 жыл бойы қанды соғыс жүргізіп жатыр. Енді Путин ешқандай шартсыз келіссөздер бастайық деп Украинаға ұсыныс білдірді. Яғни осы кезге дейін Ресей мен Украинаның арасындағы қырғын соғыс тек Украинаны ғана емес, Ресейдің де экономикасын сарқып, әбден саяси тұрғыдан да әлсіретті. Әлем елдерінің қаншамасы Ресеймен байланысын үзе бастаған болатын. Путин кешегі парадтан кейін ойланды ма, әлде Си Цзиньпин қандай да бір кеңес берді ма, кім білсін. Енді үзіліп қалған келіссөздерді нақты 15 мамырдан бастап бастайық деген келіссөзін ұсынысын айтып отыр. Бұл әлемді таңқалдырды. Путиннің қалайша бұндай қадамға барғаны түсініксіз. Оған кім кеңес берді? Тоқаев кеңес берді ма, әлде Си Цзиньпин кеңес берді ма, әлде Африка басшылары кеңес берді ма, оны кім білсін. Бірақ Путиннің бұл қадамы бүкіл әлемді қайран қалдыруда. 15 мамырдан бастайық деп отыр. Путин Украинаға айтқан ұсынысында былай деген еді: қандай жағдай болмасын, біз Киев билігіне 2022 жылдың соңында өздері үзіп тастаған келіссөздерді қайта бастауға, нақтырақ айтқанда тікелей келіссөздерді жаңғыртуды ұсынамыз. Тағы да атап өтемін, ешқандай алдын ала шарттарсыз. Біз оларды кідіріссіз бастауға дайынбыз. Атап айтқанда, келесі бейсенбі 15 мамыр күні бұрын өткізілген және үзіліп қалған Стамбулда қайта жалғастыруды ұсынамыз. Осылай деген Путин соңғы түпкілікті шешімді украиндардың өзіне қалдырды. Путин былай дейді: енді шешім қабылдау Украин билігі мен олардың сыртқы ықпал етушілерінің қолында деген болатын. Путин расында да келіссөз бастауды енді өзі ұсынып отыр. Бұған белгілі бір себеп бар деп ойлаймыз. Себебі осы 3 жылдың ішінде онсыз да керемет болып тұрмаған Ресей экономикасы әбден қалжырады, және Путин бұдан әрі қырсыға беретін болса, жалғыз Украина ғана емес, Ресей мен Украина да мына азуы алты қарс Американың экономикасына жұтылып кетуі әбден мүмкін екенін. Мына жақта Европа мемлекеттерінің қаншамасы енді осы кезге дейін сыртқа экспорттап отырған газының өзінен бас тартып жатқанын Путин де оның айналасы жақсы түсініп отыр. Сөйтсе де енді бұлар бұдан әрі қырсыға берудің қажеті жоқ. Егер де қырсыға беретін болса, Украинамен бірге Ресейдің де шаңырағы шайқалатынын жақсы түсінген сияқты. Енді келіссөздерге барайық деп өзі ұсыныс айтып отыр. Бұған Зеленскийдің жауабы мынадай болды: ресейліктердің соғысты аяқтау туралы шешім қабылдағаны бұл жақсы белгі. Бұны бүкіл әлем ұзақ уақыттан бері күтіп отыр. Кез келген соғысты шынымен тоқтатудың ең алғашқы қадамы бұл атысты тоқтату. Біз Ресей атысты толық, ұзақ мерзімді және сенімді түрде тоқтататынын растайды деп күтеміз. Ертең 12 мамырдан бастап Украина кездесуге дайын, деді Зеленский. Яғни біз украиндықтар бұл келіссөзге дайынбыз. Келіссөздерді бастайық ертең 12 мамырдан бастап деп өзінің жауабын берді. Бұл қуанышты жаңалық біріншіден. Бұл Қазақстан үшін де, Ресей үшін де, Украина үшін жалпы мына Еуразия кеңістігі үшін де үлкен оқиға болғалы отыр. Егер де расында да Путин атысты тоқтатып, ұзақ мерзімді бейбітшілікті ұстанатын болса, онда екі жақта тыныш, бұрынғы қалыпты өмірлеріне оралар еді. Бұл жерде Трамптың да арағайындығының қажеті жоқ, Си Цзиньпиннің де қатысуының түк қажеті болмас еді. Егер де мына екі славян халықтары бір-бірімен өзара осындай келіссөздерге баратын болса. Себебі осы кезге дейін Трамптың сайлаудағы ең үлкен жетістіктерінің бірі, сайлаушылардың сендірген үлкен оқиғасы бұл: мен Ресей-Украина соғысын тоқтатам деді. Бұл оның үлкен сайлау алды берген үлкен қалай айтуға болады, уәдесі деуімізге болады, халқына, өзінің сайлаушыларына берген уәдесі. Алайда Трамп қанша жерден Американы басқарып тұрса да, бұл уәдесін орындай алған жоқ. Шындап келген кезде енді Путиннің өзі ұсынып отыр келіссөзді. Күтейік, не болады екен? Бұл келіссөздердің соңы немен аяқталады екен? Путиннің бұл әрекеті уақытша алдарқату емес болып шықса екен деп үміттенеміз. Яғни бұл жай ғана көзбояушылық, не болмаса қайта күш жинап алуға жасалған әрекет емес. Шынында да ұзақ мерзімді екі мемлекет үшін де тиімді келіссөз болады деп үміттенеміз. Бірақ саясаттанушы ретінде, тарихшы ретінде де үлкен бір
мынадай күдігім бар. Егер де Путин расында да соғысты тоқтатуға келісім беретін болса, осы кезге дейін 3 жыл бойы төккен қан мен терді халқына қалай түсіндіреді? Бұл біріншіден, және ең маңызды нәрсе. Яғни Украина бұл нәрсені түсіндіріп бере алады, себебі Украина өзінің тәуелсіздік үшін күресіп жатыр. Ал Путин өзінің халқына, Ресей жұртшылығына 3 жыл бойғы қан төгісті қалай түсіндіріп бере алады деп ойлайсыздар? Әлде расында да Путиннің мына Қырым өзің жаулап алған аймақтарынан бас тартатын ойы жоқ па? Егер де шынында да Путин осындай келіссөздерге баруға дайын болса, ол қандай да бір нәрсені құрбандыққа шалуға дайын болуы тиіс. Жаулап алған жерінің белгілі бір бөлігін қайтарып беруге тиіс. Келіссөзді бастайтын болса, егер де. Өйткені осы кезге дейін Украина билігі біз ешқандай жерімізден бас тартпаймыз, бізге 1991 жылғы территориямызды қайтарып беріңдер деген талап қойды. Және осы кезге дейін келіссөздердің тығырыққа тіреуінің басты себебі де осы территория, жаулап алған территория. Ал Ресейдің бұдан оңайлықпен шегінетін ойы жоқ еді. Қалайша парадтан кейін Путиннің ойы өзгеріп сала берді? Бұған не себеп болды, не түрткі болуы мүмкін? 3 жыл бойы келмеген идея Путинге парадтан кейін келді деп ойлайсыздар ма? Әлде Путиннің қосымша жоспарлары бар ма екен? Қалай ойлайсыздар? Егер де шынында да айтып отырмын ғой, Путин келіссөздерді бастап, белгілі бір жаулап алған территорияларынан бас тартатын болса, өз халқына бұл соғысты қалай түсіндіріп бере алады деген үлкен сұрағым бар. Ал Путиннің бұл қадамын сіз қалай бағалар едіңіз? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыз, бірге талқылайық.